Сіз Мади ғой, Алматы облысының жастар бөлімінің басшысы да? Осы Қарасай ауданына бір істеген шараңызды айтып бере аласыз ба, Қаскелеңге? Қанша болды Алматы облысының келгеніңізге? Бір жарым жыл болды. Бір жарым жыл осы. Бір жарым жылда Қаскелеңге келіп бір жұмыс істеп жатқан жоқсыз. Сосын қазір мына жерде прокуратурада үлкен керемет шара болып жатыр. Сізге қызық емес па? Тұрдыңыз да кетіп қалдыңыз, далада жүрсіз. Қалай кірейін деп тұрсыз? Уже жарты сағат болды, мен әдейі сізді қарап жүрмін. Ну даже 15 минут, 20 минут неғып шығып кеттіңіз? Керек емес па сонда сізге бұл облыс прокуратурасының қандай жасап жатқан керемет шарасы? Сіз жалғыз өзіңіз шығып кеттіңіз да жүрсіз. Осы жақта 20 минуттай болды. Значит, сізге керек емес. Жоқ, мен керісінше, менен қателік кетсе, мен кешірім сұраймын. Қалай? Причем тут қателік кетсе? Сіз сонда ана жердегі ветерандарды, прокурорларды, бүкіл департамент, полиция, юстиция, әділет, ешкімді сонда менсінбейсіз, шығып кеттіңіз, далада жүрсіз. Дұрыс емес бұл. Бір жарым жылда бір келіп Қаскелеңге бір шара қолданғаныңызды айтып бере аласыз ба? Осыдан бір апта бұрын келдік. Бір апта бұрын? Иә, бұл жерде біз қазір жұмысшы жастар жылының аясында жұмысшы мамандықтардың жұмысшы жастардың арасында футбол турнирін өткіздік. Одан кейін барып, Қаскелең қаласында биыл Алла бұйырса, өткенде біз барған кезде де айтты, сіз келіп кеттіңіз сол жерге. Жаңағы бізде жастар орталығы құрылысы жүріп жатыр. 1000 квадрат жерге. Өнер мектебінің артында. Енді өнер мектебін оны айтпай ақ қойыңыз, оның артындағы да не болып жатқан, енді оны өзіміз бірдеңе Қаскелең бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Сіз өзіңіз келмедіңіз ғой осы бір жарым жылда?